Қайым ағаның өте бір терең айтатын салалары көп, бірақ соның ішінде ерекше жақсы көріп айтатыны ол әсер Абай. Бұл кісінің ең айтатын сөзі екі сөздің бірінде Абай, екі сөздің бірінде Мұхтар Әуезов болатын. Осы екі тұлға бұл кісінің аузынан түспейтін. Соң кейінгі кездерде бір ақырын бір сөздерді айтып қойды, бір өлеңдерді. Соң біз айтамыз, бұл қай өлең? Бұл өзі бір мықты ақын болған. Әзірше аты белгісіз, кейін білесіңдер. Бір мықты ақын болған. Дейді. Атын сұрасақ айтпайды. Сөйтсе бұл мықты ақынымыз Шәкәрім Құдайбердиев. Сол бір осы лириканың бір жақсы түрлері бар. Сондай бір үздік ақын болған. Дейді. Атын сұрасақ кейін айтпайды. Кейін 3-4 курстарда айтып бастады, Мағжан Жұмабаев. Соларды айтып отыратын. Содан бір күні әдебиеттанудан әдебиет танытқыш деп бір кітапты алып келді. Авторына қарамай қойыңдар, бұл жақсы жазылған шығарма, бұл терең шығарма деп. Ахмет Байтұрсыновтың еңбегі екен. Сөйтіп бұл кісі біздегі либерал болуға, әдебиетте демократиялық бағыттарға түсуге бұл кісі көп үлес қосты. Сондағы түрмеде қалай болды деп сұрағанда айтады. Бұл түрме деген керемет болды дейді. Біз айтып, қалай түрме керемет болды? Аңғайдағы бір профессорлар дейді. Ленинград, Москвадан екен. Бұл түрме деген университет деп білетін. Енді қайдағы ол университет? Шын мәнінде университет дейтіні профессорлар көргенім сол жерде дейді. Бірнеше дейді, бір 7-8 профессор болды дейді. Ағылар келе салады, кешке таман дейді. Бүксіп жатып қалмай, бізді жинап алып, бізге лекция сабақ жүргізетін дейді. Ақыл айтатын дейді. Бұл уақытша сендер бұған жасып қалмаңдар. Қиналасыңдар, бірақ шыдаңдар деп бізге қайрат жігер береді. Мен осы Қайым ағаның шәкірті болдым. 4 жыл бойы Семей пединститутында 1966 жылдан 1970 жылға шейін осы Қайым ағадан мен дәріс тыңдадым. Бұл кісі лекция келгенде мынадай жазып келген лекциясы болмайтын. Мәтіндер, текстер болатын. Бұл кісінің қолында көп бай деректер болды. Ешқай жерде жоқ мәселелерді бұл кісі бізге айтатын. Деректер өте бай болды бұл кісіде. Содан кейін еркін соған интерпретация беретін. Біз лекциясын қалынмай тыңдап отыратын. Мен көбінесе тыңдап отыратын. Біз қазақ ежелден еркіндік аңсаған деп басталатын әйгілі гимнді 27 жасында жазған жас ақын Қайым творчествосын